Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, үгітіліп тұратын қатпарлы самсаның қамырының жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жылы суымызды құямыз, оның үстіне тұзымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Жақсылап ерігеннен кейін үстіне 500-550 граммдай ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр иленеміз. Қамырымыз бізде қолға жабыспайтындай біркелкі болып иленуі қажет. Және де ұндарыңыздың сапасына байланысты ұндарыңыз көп немесе аз кетуі мүмкін. Сол себепті сол жағына кішкене мән бергендеріңіз жөн болады. Енді кезекте қамырымыздың иін қандырамыз. Бір шамамен 5 минуттай қамырымызды осылайна басу арқылы иін жақсылап қандырамыз. Жақсылап иі қанған қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы болады. Достар, егер де сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде үстін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды екі бөлікке бөліп, жұқа етіп қамырымызды жаюға кірісеміз. Жұқа етіп қамырымызды жайып алдық. Енді бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қамырымызға жағып шығамыз. Қамырымызға маргарин майымызды да қолдана беруге болады. Мен бұл жерде маргаринді қолдандым. Немесе сары май 72%-тен жоғары сары майларды да қолдануға болады. Қамырларыңыз үгітіліп әдемі және жұмсақ болып шығу үшін сары майды ерітіп жақпаймыз. Егер де ерітіп жағатын болсаңыздар, қамыры сағыз сияқты созылып, шикі сияқты болып пісіп шығады. Міндетті түрде осылайна жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Қамырларыңыз өте жұмсақ және де үгітіліп қатпарлы болып шығады. Маргаринімізді барлық жеріне тұтастай жағып шығамыз. Бір жеріне қалдырмай әдемі етіп қолыңыздың көмегімен немесе пышақтың да көмегімен өздеріңізге қалай ыңғайлы солайынан жаға берсеңіздер болады. Мен қолымның көмегімен осылайынан жағып шықтым. Маған осылайынан ыңғайлы болды. Және де барлығын жағып болғаннан кейін екінші қамырымызды да үстіне қойып, біркелкі қылып қойып шығамыз. Оның үстіне қайтадан жәнегі маргарин майымызды немесе сары майымызды жағып шығамыз. Достар, егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, және де әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жақсылап жағып алдық. Енді кезекте қамырымызды рулет сияқты орап шығамыз. Бұл самсаның қамырын мұздатқышта, яғни морозильникте сақтауға болады, немесе жасап болғаннан кейін 3-4 сағатқа холодильникке қойып,
кез келген салмасын салып самсаларымызды жасай беріп пісіре берсеңіздер болады. Бұл самсаның қамыры өте жұмсақ әрі қатпарлы болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді әрі ерекше самсаның қамыры. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.